түсіндіріп, кішкене бір назар аударыңыз. Бізде бүгін дәстүрлі іс-шара. Өткен жылдан бастап осындай көпшілік дәріс или публичный лекция деп айтуға болады. Біздер өткізіп жатырмыз өзіміз шаңырағымызда. Енді не айтқым келеді, өзімді таныстырып жіберейін. Рухани жаңғыру орталығының директоры Есенғали Венера Бекерім деген. Енді бүгін сіздер жақсы білесіз, біздің елімізде рухани жаңғыру деген бағдарлама бар. Осы рухани жаңғыру бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Сол рухани жаңғыру бағдарламада әртүрлі жобалар бар. Ең негізгі, ең былай айтқанда қасиетті жобаның бірі ол туған жер. Әрбір адам, әрбір ұлт өзін туған жерін сыйлап, өзін тарихын білу керек. Өлке тарихы деген, ол өлке тарихын зерттеп, өлке тарихын білу, ол әрбір азаматтың міндеті деп есептеймін. Сондықтан осындай үлкен жұмыстарды, ғылыми жұмыстарды әртүрлі ғалымдар, өлкетанушылар өткізіп жатыр. Соның ішінде бүгін бізге келіп отырған қонақ, значит, мен сізді сонымен таныстырайын. Солардың ішіндегі бірі Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының директоры Сафулин Жантас Набиоллаұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз, бізге ол дәріс сабағын оқиды, өлке тарихы деген тақырып бойынша. Енді Жантас Набиоллаұлы, сізге сөз беріледі. Қалай отырып айтасыз ба? Тұрасыз ба сосын? Можно сидеть. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні екен. Сондықтан бүгінгі біздің кездесу форматымызда мен сіздерге бір кітаптарды сыйлауды жөн санадым, бірақ та осы өзімнің лекция барысында сіздерге сұрақтар қоям. Егер сұраған кім жауап береді, сол жауап бергендерге осы кітаптарды сыйлаймын. Бұлар бір ерекше, өте бір жақсы, сапалы, сіздерде болашақта өмірлік ұстанымдарыңызға әсер ететін жақсы кітаптар болады. Мен осыдан 21 жыл бұрын осы оқу орнында мен де оқыдым. Осында жатақханада мен де жаттым. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік заң университетінің заңгерлік мамандығы бойынша оқуға түсіп, соның филиалы осында болды. Сондықтан осында бір курсты оқып кеткен болатын. Сондықтан да мына Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің жалпы барлық ғимараттары мен үшін ыстық. Соның ішінде оқып жатқан сіздер студенттер одан да қатты ыстықсыздар, себебі біздің әрі қарай жолымыз жалғастырып келе жатқан ізбасарларымыз деп санаймыз. Көріскеніме қуаныштымын. Мен Қайрат Жұмағалиев деген ағамызбен қызметтес болдым. Сол кезде өзінде жиі бір айтушы студент кезінде естелігін. Ол кісі 1960 жылдардың шамасында Алматыда оқыған. Ол кезеңде мықты ғалым мамандар бар, солардан дәріс алған. Сол айтып, студент кезімізде дейді, бір өте мықты профессор, ұстаз сөйлеп айтып жатыр дейді. Айтып келіп, бүкіл елдің болашағы ертең сіздердің қолдарыңызда дейді. Соны жиі айтты дейді. Сосын сыртқа шыққаннан кейін коридорда айна бар еді дейді. Соған қарап тұрдым өзіме дейді. Басымда ескі құсқы бөрік, тозған пиджак, аяқ киімім одан да тозған. Сосын өзіме қарап тұрып айттым. Егер де елдің болашағы шынымен де маған қарап қалған болса, бұл елдің болашағы өте қиын екен деп. Бірақ сол кісі артынан, сол Қайрат ағамыз мықты. Кім болды? Кім осы сұраққа жауап берді? Мен соған Қайрат ағамыздың кітабын сыйлыққа бердім. Қол көтеріп айта қойса. Қай жақтікі ол кісі? Бұл жерде жігіттер қол көтеріп айтып жатыр, мына жақтан жақсы жауабын беріп отыр. Бұл Қайрат Жұмағалиев деген анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп бүкіл аналарға арнап өлеңмен ескерткіш тұрғызған мықты ақын, мықты аудармашы, біздің Бөкейордадан туып өскен жергілікті біздің мықты осындай ағамыз. Бұл кісі көп жылдар Алматыда болып, осы Орал қаласына
едәуір зейнет жасына шыққан кезеңде келіп, сол кезеңде біз қызметтес болғанбыз, сол кісінің естелік әңгімесі. Мына кітап жаңағы студент бала келіп ала қойсаңыз. Ол Қайрат Жұмағалиевтің өзінің өлеңдер жинағының топтамасы. Жалпы биыл өздеріңіз баршаңыз білесіздер, еріктілер жылы, волонтерлар жылы дейді. Мына волонтер жылында сіздер баршаңыз білесіздер, бірінші кезекте кімдерге күш түседі? Студенттерге күш түседі. Себебі сіздер еркін күшсіздер, сіздерге айта тапсырма береді, мына жерге бар дейсіздер, барасыздар, кел дейсіздер, келесіздер. Мысалы, бүгін мына жерге кел десе, келіп мінекей тыңдап отырсыздар. Жеке менің өзімде ерікті түрде өзімнің қалауыммен 2010 жылдан бастап болса 2020 жылдардың аралығында өзінің жасаған бірсыпыра жұмыстарымен таныстырғым келеді. Жалпы мен мана Қайрат ағаның сөзін келтіргендігім не себепті бүкіл елдің болашағы бұрын ұстаздар студенттерге қарап айтты. Соны бүгін мен сіздерге қарап айтқым келеді. Себебі мен көптеген осы 10 жыл жұмыс жасаған кезімде менің жеткендігім бүкіл елдің болашағы шынымен де жастардың қолында. Соның ішінде мінекей мынау залда отырған студенттер шынымен де сіздердің қолдарыңызда. Мен осы уақытқа дейін маған студент кезімде басқа жағдайда маған айтса, осы студенттің қолында, сіздің қолыңызда десе, мен айтып күлер едім. Мен деген ертең оқу бітіремін, мамандығымды аламын, үйленемін или күйеуге шығып, осы жағдайымды жасаймын, болды. Бірақ елдің болашағы менің қолымда деп есептемейтін едім. Бірақ шын мәнінде сіздердің қолдарыңызда. Қоғамдағы алдағы келе жатқан мәселелердің барлығы да дұрыс шешілу, не бұрыс шешілу, оның барлығы да сіздердің қолдарыңызда. Біз жалпы қазақ елі кемінде 300 жыл бодандықтың қамытын мойнымызға кигенбіз. Бізде құлдық сана қалыптасып қалды. 50 жылда ел жаңа дейді, біздің тамырымызды үзуге тырысып, тарихымызды жойды. Біз қазіргі таңда неге қазір рухани жаңғыру мәселесін ел басынан бастап қазіргі таңда жиі айтады. Неге сіздерге қазір лекция оқылып жатыр? Себебі біздің тамырымызды бүгінгі қазіргі ұрпақпен біз жалғауымыз керекпіз. Егер бұны жалғамасақ, біздің болашағымыз анық бұлыңғыр болады. Бүгінгі күні мен сіздерге қазір 3 мәселені айтамын. Біреуі Қазақстан газеті, екіншісі Ғұмар Қараш, үшіншісі Құлпытастар. Бұлардың барлығы да еңбектер барлығы араб әліпбиінде жазылған. Неге? Себебі біздің бұрынғы әліпбиіміз арабша болып, отарлаушылар бізді әдейі өзіміздің өткенімізді білмесін деп әліпбиімізді латынға, кириллға 2 рет ауыстырған кезеңде біз өзіміздің бұрынғы өткенімізден түк білмейтін ұрпақ болып қалыптастық. Арабша қандай да бір дүние тарихи құжаттар болса, кез келген қағаз болса, біз оқи алмайтын деңгейге жеттік. Сондықтан да жалпы тәуелсіздіктен айырылу ол қасірет. Біздің көзіміз жеткеніміз Ғұмар Қараш қазіргі таңда біз Абай Құнанбайұлын қалай насихаттасақ, біздің өмірімізден шыққан сондай деңгейдегі өте үлкен ұлы ойшыл екен. Бірақ 1947 жылы кеңес үкіметінде арнайы үкіметтің қаулысы шығып, Ғұмар Қарашты буржуазияшыл алаш тобын қорғаған деп зерттеуге мүлдем тыйым салып тастайды. Соның кесірінен мінекей ешқандай баспасөз тарихы зерттеуге болмай жабық күйінде жабылып қалған. Біздер баспасөз тарихын зерттей келе Қазақстан, Ұран, Дұрыстық жолы, Хабар известия, Қазақ дұрыстығы, Киргизский правда. Осындай 20 ғасырдың басында көптеген газеттерді елге әкеліп араб әліпбиінен аударып өз алдына кітап қылып шығардық. Содан кейін екінші жасаған жұмысымыз осы мына Ғұмар Қараш. Біздер қазір Абай атамызды қалай танысақ, тап осы біздің батыс өңіріндегілер кемінде Ғұмар Қарашты солай тану керек. Себебі Ғұмар Қараш сондай жасаған іс әрекетімен де, сонымен қатар өзінің бүкіл жазған жазбаларымен де бұған нақты дәлел. Біздер Ғұмар Қараштың еңбегін жинақтай бастадық. Өкінішке орай Ғұмар Қарашты замана деп Қабиолла Сыдиқов ағамыз ертеректе бір жинақ шығарған, содан кейін барып ешқандай дұрыс жинақ шықпаған екен. Ғұмар Қараштың да еңбектерін іздеп Мәскеуден таптық, Алматыдан таптық, барлығын жинақтадық. Ең бастысы Ғұмар Қараштың туған немересі Надежда Қарашева деген 82 жастағы 2012 жылы Мәскеуден таптық. Ол кісі де өте мықты екен, өте мықты ғалым екен. Қазақ тілін жақсы әлі жетік біледі. Ғұмар Қараш туралы көптеген мәліметтерді жинақтап өзіне ұстап отыр екен. Соған хабарға шығып, арнайы Мәскеуге барып,
Мәскеуде қолындағы бүкіл ұстап отырған Омар Қарашқа қатысты жинақтарды елге әкеліп, шамамен 3-4 жыл бойы үздіксіз қызмет етіп, бұл жұмыстың басында осы біздің өңіріміздің белгілі өлкетанушысы, журналист Қазбек Тоқтымұратұлы көп еңбек сіңіріп, біздер Омар Қараштың 3 томдығын шығардық. Сол Омар Қараштың 3 томдығын 2012 жылы мен Надежда Қарашеваны көрсем, 2018 жылы 3 томдықты шығарып, қолына апарып табыстадық. Қазір мына видеороликтен қарасаңыздар, сол Надежда Қарашеваға сол кітапты менің табыстағандығым бар. Мен былтыр атам қысқаша кітапша шығардым. Онда атамның өмірбаяны және кейбір шығармаларының мазмұны орыс тіліне аударылған. Бұл менің ойлауымша мен атамның алдында парызым. Преждевременно рожденной зари боюсь, без дождя поднявшейся пыли боюсь, заблуждаясь в рождении новой зари, издания неверных законов боюсь, принимая мечты во сне за явь, обмана и ложных призывов боюсь, сеющих смуту и боль на земле, кровавых и черных сил боюсь, на словах уравняв богача бедняка, обещания вселенского пира боюсь. Анау 2012 жылы, 2013 жылы қайта барғанымыз, сол кезеңде Мәскеуге барып, Омар Қараш жөніндегі шығарған еңбектердің барлығын баспасөздегі қолына апарып табыстадым. Өте қатты қуанды, ерекше қуанды. Үш томдықты шығарып кітап қолына апарып табыстағанда өте қатты жағдайды көрдіңіздер ғой, өзі құлап аяғын сындырып алған екен. Содан тұрып кете алмады. Негізі сүйегі мықты, былай өте жақсы. Я как раз привез очередные книги, 3-томник дедом Умара Караша. Мне очень говорит, что этот 3-томник построен на материале, который я дала ему. Мне не играет роли мое имя, или моя фамилия, или моя фотография. Мне главное то, что Жантас поднял имя деда. Заговорили о нем, стали печатать, многие интересуются. Я уж не говорю, ко мне звонят без конца, хотя я в последнее время перестала отвечать, потому что плохо слышу. Ну что делать? А так, в остальном, просто я рада, очень счастлива, что материалы свои достались именно Жантасу. Я не ожидала, что такой парень есть. Такой неутомимый, не устает, работает, развивает дальше, использует дополнительные материалы. Это, конечно, прекрасно. Я всем обязана Жантасу. Желаю ему успеха, здоровья, 4 детей его пусть будут замазаны, пусть будут такие ребята крепкие, на отца похожие. Потому что Жантас обладает одним качеством, которое редко бывает, неутомимый, он не устает, его интересует то, что он делает. Он хочет дальше развивать, расширять дальше познание. Желаю я успеха ему, его семье, здоровья. Желаю всем его коллегам. Он уже построил все это свое создание. У него коллектив уже большой. Я рада и благодарю всем. Все они участвуют в издании работ Умара Караша. Спасибо, Жантас. Еще раз спасибо. И будь здоров,
И так же ищем дальше. Бұл жұмыстар жасап жатқан кезеңде ешкім маған тапсырма берген жоқ. Ешкім арнайы бұған қаражат бөлген жоқ. Өз күшімізбен, өз ниетімізбен жасадық. Мынадай қылып осындай жұмыстар жасағаннан кейін бұндай жұмыстарды жасаған кезеңде, осындай мықты адамның саған алғыс айтқан кезеңде, өзінің осы уақытқа дейін жасаған, ерікті түрде жасағандан, жіберген бүкіл күш жігерінен барлығын бұрын не үшін жасадым, кім үшін жасадым деп жүрген кезеңде, осындай алғыс алған кезеңде, кәдімгідей өзің рахаттанып, мен де босқа жүрмеген екенмін, ісімнің қадірін түсінетін осындай ұрпағы да бар екен ғой деп қуанасың. Сондықтан енді адам болғаннан кейін адамның бойында мақтаншақтық болады ғой, мен де сол кісінің аузымен өзімді мақтатып алдым енді кішкене. Енді Ғұмар Қараш, мынау міне суреті, бұл осы адам біздің Бөкейорданікі, Жәнібек Казталовка ауданының аумағында дүниеге келген, сол жерде еңбек еткен өте мықты ғұлама. Атамыздың қалай өлген? Атамыздың қалай өлгені, қай жерде өлгені, кім өлтіргені? Әрине, оны мен анық білмеймін. Мен тек қана Басыр ағамнан, сол үлкен баласынан сұрап білгенім сол. Ол айтушы еді, атамызды бандылар, не бандылар білмеймін, сөзі сондай болды. Ғұмар атамыз далада келе жатқанда, әрине әртүрлі зерттеушілердің пікірлерін оқыдым. Меніңше дұрыстыққа жақын осы ағамның сөздері деп ойлаймын. Соған мен сенемін. Шапқан деген жерде дене қалдықтарын тапты. Сол осы Басыр ағамның сөздері. Бандылар далада келе жатқанда шапқылап, қылышпен сүртілеп, сонда өлтірді. Ғұмардың аталуға бос қайтқаннан кейін елшілер атын пәлеге ұшырағанын түсініп, тез түгел ауылмен оны іздеуге кірісті. Енді қызығушы ретінде өзіміздің түсіргеніміз Қазақстан фильмінің ішіне үзінді ретінде алып тұр. 1921 жыл сәуір айында болған оқиға. Бұл осылай Ғұмар Қарашты айуандықпен өлтірген, аяқ қолын сындырған, көздерін ойған, құлақтарын кескен, қандай жамандық иттік жасауға болады, соның бәрін жасаған. Себеп неде? Егер естеріңізде болса, осы 2000 жылдың басында біз Орал қаласында, біздер 99-да студент болып келіп жатқан кезінде Оралда Оралбек деген аты шулы мықты жымпитының спортсмені болды. Осы жерде көпшілік жастар соны үлгі тұтып, соның артынан ерді. Сол Оралбекті тап осы іспеттес қылып өлтірді. Себеп неге олай өлтіреді адамды өлтіреді? Себебі басқа мықтылар рухы көтеріліп, оның артынан кек алмасын, қорқсын, халықтың рухын сындыру үшін жасалады. Ғұмар Қарашты осындай айуандықпен өлтіру арқылы оның артынан ізінен түсетін, оның жоғын жоқтайтын адамдардың кез келгені мінекей сіздің артыңызда осындай болады деп нұсқап көрсету. Біз 21 ғасырдың басында біз Оралбек батырымыздан осылай айырылдық. Осылай орында осылай айуандықпен өлтірді. Ол да қазақ деп жан шығып жүрген қазақ мықты азаматтарының бірі спорт саласындағы. Мінекей 20 ғасырдың басында да тап осылай
әр сөзімен, әр ісімен, әрі ғалым, әрі мықты журналист, бір бойында бүкіл мықты қасиеті бар тұлғамыздан осылай айырылғанбыз. Омар Қараш өзі өлгенмен, бірақ та оның ісі, әрекеті еш уақытта өлмейді. Тәуелсіз Қазақстан болған кезеңде біздер оны ұмытпаймыз. Әрқайсымыз өзіміздің жүрегімізде сақтап, болашақ ұрпаққа айтып отырамыз. Ел үшін, туған жер үшін қызмет еткен осындай тұлғалар әрдайым біздің жадымызда болады. Сондықтан да мен мына құрметті студенттер, сіздердің бүгінгі лекцияның мүмкіншілігін пайдаланып, осы Омар Қараш жөнінде азымыз болса да біліп қалсын. Омар Қарашты осы жерде ертең сіздер бір сұрап қалса, осындай тұлғаның болғандығын сезініп біле жүрсіңдер. Егер де орынсыз әділетсіздік болып жатса, ел үшін, жер үшін күресіп жүрген тұлғалар болып жатса, қажет кезінде соларды қорғауға дайын болу үшін. Сол үшін арнайы көрсеттім. Әйтпесе біздерде айқап деп бұрын журнал шығарды. Көпшілік жағдайда әр нәрсе өтіп кеткеннен кейін санымыз сол, ол былай болып еді, анаған былай көмектесуіміз керек, мынаған былай көмектесуіміз керек деп санымызды жиі соғамыз. Сондықтан да сондай санымызды соқпау үшін біз қазірден бастап осындай тұлғаларды біліп, сол тұлғалардың бүкіл әрекеттерін көріп, болашақта біз де әрі қарай соны жалғастыруымыз керекпіз. Мінекей Омар Қараш жөнінде 3 томдықты шығарды, баспасөз тарих бойынша кітаптарды шығарды. Содан кейін келесі біздің жасаған жобамыз бұл құлпытастарды зерттеу. Көпшілігіңіз ауылды елді мекеннен болсаңыздар білесіздер. Жалпы ауылға барған кезеңде ауылдың алыс емес жерлерде бір араб әліпбиінде тастар болады. Ол тастарды сіздер қастарынан өтіп кетіп те жүре бересіздер, мән бермейсіздер. Себебі ол араб әліпбиінде жазылған кімге қойылғанын оны да білмейсіздер. Кеңес заманында біздің бұл араб әліпбиімен жазылған құлпытастарымызды әдейі қырып жойды. Себеп бұл құлпытас қазақтың ең бірінші кезекте тілі, жазу мәдениеті, екіншіден ата тек тарихы, қолөнер, сәулет өнері. Біз құлпытастардың қадірін бүгінгі күнде де білмейміз. Бұл құлпытас деген біздің дүниеден өткен ата-бабамыздың төл құжаты еді. Біздің көз алдымызда, біздің рухымызды сындыру үшін әдейі осындай жұмыстарды жүргізіп, құлпытастарды жойды. Бірақ қуантарлығы содан қалғандар да бар. Біздер өзіміздің жаңағы өлкетану бойынша жұмыстанып жүрген топ келесі ісімізді осы құлпытастарды зерттеуде жалғастырдық. Қай елді мекенде, қай жерде құлпытастар бар, соларды барып суретке түсірдік, алып келіп аудардық, немесе барып аудардық. Оларды жинақтап шығара бастадық. Халықтың, көпшіліктің қызығушылығы ояна бастады. Біз осылай іздей жүріп, 3 мыңдай құлпытасты суретке түсірдік. Соның ішінде 3 біздің ханымыздың құлпытасын таптық. Бұл Есім хан, Айшуақ хан, Жантөре хан. Есім хан бұл Ақжайықтың территориясында жатыр. Айшуақ хан Беке ауылының қасында жатыр. Жантөре хан Теректі ауданының аумағында жатыр. Бұл хандарымыздың сол жерде жерленгендігі жөнінде халық білген жоқ. Нақты сол ханның құлпытасы екендігі. Бірақ хан зираты дейді, хан өлген жер дейді, тағы сол сияқты ескілікті әңгімелер қалғанда, бірақ білген жоқ. Біз сондай деңгейге түсіп кеттік, өзіміздің ата-бабаларымыз, тіпті ел басқарған тұлғаларымызды да кім екендігін білмейтін деңгейге түсіп кеттік. Біз тек қана хандарымыз емес, сонымен қатар батырларымызды, билерімізді, көптеген хазірет ишандарды таптық. Мысалға Дәуқара батырды таптық. Ол Байбақтың ұранына айналған, Байбақ бөрінен шыққан мықты қазақтың батыры. 1683 жыл дүниеге 1751 жылы қайтыс болған. Біздер мына құлпытасын аударғаннан кейін оның ұрпақтары Байбақтылар бірігіп мынадай қылып басына белгі қойып кетті екен. Одан кейін Науша батырды таптық. Науша батырды да тап осындай қылып ұрпақтары келіп басына үлкен белгі қойды. Яғни біз бұл ата-бабаларымыздың бұл жерде жатқандығын біз білген жоқпыз. Бұл Науша болсын, Дәуқара болсын, бұл батырларымыздың барлығы да осы туған жер, ел үшін күресіп, соғысып, қалмақпен де соғысты, орыспен де соғысты, башқұрлармен де, кіммен туған жерді кімнен қорғау керек, солардың бәрімен де соғысқан мықты батырлар еді. Осы кеңестік кезеңде осының барлығы қолдан жойылды. Біздерде үлкен қауіп бар. Бұл құлпытастарды біз үлгеріп, цифрландырып, былай айтқан кезеңде суретке түсіріп, аударып қалуымыз керекпіз. Әйтпесе, бұлар бірінші кезекте табиғи, яғни жел, қар, су, малдардың жайылымында болса, малдардың құлатуы, басқа сияқтылардан бұлардың жойылу қаупі бар. Сондықтан да қазіргі таңның өзінде сіздер соған үлес қосып, өз елді мекеніңіз, өзіңіз тұратын аумақта құлпытастар болып жатса, соны суретке түсіріп, біздерге жіберу арқылы бірлесіп жоба бірге жасауға әбден болады. Біз осы құлпытастарды зерттей жүріп, біздің ата-бабамыздың басына қойылған осы тастарды арнайы жойып,
машина трактор станциясын салған кезеңде соған іргетасына фундамент ретінде салып жібергеніне куә болдық. Содан кейін соны айтып артынан шығардық. Келесі видеоға қарасаңыздар, бұл Бөрлі ауданының аумағындағы болған жағдай. Әлі де құлпытастардың толық алынғандығы көзге көрініп тұр. Мінекей мына жерде құлпытастар тіпті сыртқа шығарылып, шашылып жатыр. Мыналар бұзылған кезеңде жұрттар тек қалай солай лақтырып осы жерге тастай салған. Одан бөлек мінекей мынау деген ғимарат лайынан жатқан. Мынау ғимараттың мінекей ірге фундаменті тіпті қабырғасы деп те айтуға болады. Мінекей мына жердің өзінде мінекей сөздері көрініп тұр. Мінекей құлпытастар. Мінекей мына жер былайынан түгелдей фундамент. Мына осымен және былай қарай кетіп жатыр. Мына құлпытастар тағы да мына жерде. Мінекей құлпытас. Мінекей осымен әрі қарай бара берсе, ана жерлердің барлығы да түгелдей құлпытастар. Мінекей осы ғимараттың жертөлесіндегі жылыту жүйесіне арналған бөлме екені анық байқалып тұр. Мына жерде мынадай тастарменен ол қаланған екен. Осы тастардың арасына да көптеген құлпытастарды салып жіберген. Мінекей құлпытас. Мына жерде орналасқан құлпытастар бірнешеуі. Мына қарсы бетінде орналасқан, мына бетінде орналасқан. Мүмкін бұның ар жағында да мынау қалың болса, әлде де құлпытастар болуы мүмкін. Мінекей ана бетінде де көрініп тұр құлпытастар. Мынау қазір бір қараған кезеңде көзге көрініп тұрған құлпытастар. Бізге байқалмай тұрған құлпытастар бұл жерде одан да көп болуы әбден ықтимал. Шілде 2015 жыл. Біз бүгін Бөрлі ауданы, Бөрлі ауыл маңындағы 1930-35 жылдары салынған МТС-тің фундаментіне салынған құлпытастарды шығарумен жұмыстанып жатырмыз. Бүгін алғашқы жұмыс күні. Бөрлі ауданында осыған арнайы топ жұмысшыларды бөлді. Бұған Бөрлі аудандағы спортсмен жігіттер жұмылдырылған екен. Қазір шамамен 20 ата спортсмен жігіт бүгін түске дейін жұмыс жасап, бұл жерде құлпытастарды шығарды. Және қосымша бір экскаватор, трактор осы жерге жұмысқа тартылды. Ол мінекей осы ғимараттың орнының бір қабырғасының тұсында фундаменттің тұсын түгелімен қазып тегістеп шықты. Және фундаменттің түбіне дейін жеткізіп қазды. Шамамен ол қабырғадан 20 ата құлпытастардың сынығы дәл қазіргі таңда шығарылды. Ал мына жердегі мінекей жертөленің орны бар, және сол жердегі жаңағы біздің бір қабырғадан шығарған кейбір бөлік құлпытастардың бөліктері осы жерге шығарылды. Мына жерде шамамен 70-тің үстінде құлпытастың сынығы жатыр. Бұның үстінде бұлардың кейбіреуінің тек қана ортаңғы тұсы, кейбіреуінің тек төменгі тұсы, кейбіреуінің тек бас жағы, бірақ сындырылып шығарып жатыр. Және сонымен қатар осы жерде мінекей кейбір тастардың сынықтары да қосымша шығарылды. Енді бұл тастардың қайдан әкелінгендігін, қандай ғимараттан бұзылғандығын болашақта зерттеушілер айқындайды деген ойдамыз. Жұмыс көлеміне қазір қарап тұрып, бұл тек қана бір күндік немесе бір апталық жұмыс емес екендігі анық байқалып тұр. Бұл жерде ұзақ уақыт және тыңғылықты жұмыстану керек. Егер де осы бағытпен жұмыстанатын болса, кем дегенде бір 15 немесе бір айға дейін жұмыс жасайтын жұмыс бар. Егер де дұрыстап осының бәрін тыңғылықты жасайтын болса. Мінекей, мына жерде қазір бүгінгі таңда біздер мына бағыттағы, мына шеттегі қабырғаны түгелімен түбіне дейін қаздырып алдық. Қазып алып жатқан кезеңде көрінді, шамамен 2 қатар
құлпытаспен қаланған екен түп жағында. Одан құлпытастан ары қарай кішкене сынық тастарды толтырып, шамаменен бір метр 20 метр 50 сантиметрдей жер бетіне бірінші жаңағы тастардың сынықтарын қалаған, сол тастардың үстіне құлпытастарды қалағандығы көрініп тұр. Қазіргі таңда құлпытастар шамаменен жер деңгейінен бір 30-80 сантиметр тереңдікте жатыр, орналасқан. Бұл көпшілігі тамақ, табын руының өкілдерінің құлпытастары болып шықты, барлығын аударып шықты. Енді көз алдыңызға ойлап қараңызшы, қазір сіздің әкеңіздің, атаңыздың, әжеңіздің басына қойған тасты осылай алып, басқа жерге апарып, құрылысқа болсын, басқа нәрсеге пайдаланса, сіз соған шыдайсыз ба? Шыдамайсыз. Ал кеңес заманында 1935 жылдарда осыны жасады. Неге? Осыны қарсы шыққан адамды бірден халықтың жауы деп. Бұл деген бұрынғы ескілікті көксейді, бұл мінекей қазіргі жүйені қолдамайды деп, олардың барлығы да халық жауына айналды. Мінекей сондықтан да осылардың барлығын жойып, осыларды ата басына қойған тасты осылай әбден қорлау арқылы, ол бірінші кезектегі сол жерде, сол кезеңдегі тірі жүрген адамдардың рухын сындыруға жұмыстанды. Адамдардың өзінің ата басына қойылған тасқа қорғай алмағаннан кейін, ол басқа бір нәрсені қорғауға оған қиын болады. Өздеріңіз білесіздер, 32-33-те аштық, бүкіл қиыншылықтан кейін алды, осылай енді адамның бәрін қырып болғаннан кейін, енді бетіндегі бұрынғы ескілікті өзінің тарихымен, өзінің ата-бабасымен байланыстыратын қандай естелік бар, соның бәрін жоюға жұмыстанды. Мінекей, мынау соның көзі. Біз шүкіршілік етеміз, тәуелсіздігімізді алдық, қазір мінекей, оларды тауып, қайтадан шығарып, аударып, кімге қойылғандығын анықтай аламыз. Мінекей, ата-бабамыздың рухына бағыштап дұға оқып, ата-бабаларымызды құрметтей аламыз. Бұл да бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің арқасы. Сондықтан да мына, егер біз тәуелсіздіктен Құдай сақтасын қандай да қиын жағдай болатын болса, көретін күн осындай болады. Сондықтан біз өткенімізден сабақ алу үшін алдағы уақытта бұндайға біздің болашақ ұрпағымызды, былай айтқан кезеңде ұлдарымызды құл болып, қыздарымызды күң қылмаймыз десек, біздер қазірден бастап тарихымызды терең білуіміз керек. Сонда ғана біз не үшін қызмет етіп жүргендігімізді біз әбден түсінетін боламыз. Бұл құлпытастар осы уақытқа дейін қазақтың жалпы надан, жазуы болмаған, сауатсыз болды деген сөздердің барлығын күл талқан қылды. Жаңағы жазуларды араб әліпбиінен аударған кезеңде оқыса, оның ішінде ең бірінші кезекте адамның толық аты, жөні, қашан қайтыс болғандығы, қай жылы қайтыс болғандығы, тасты кім қойғандығы, одан бөлек кейбіреулерінде оның қай жерден білім алғандығы, оның ұстазы кім болғандығын, одан бөлек түрлі аят хадистердің барлығы жазылған. Біз қазіргі таңда өзіміздің бұрынғы дәстүрлі ислам дейміз, өзіміздің мұсылмандық дінмен байланыстыра алмай жатырмыз өткеніміз. Ал мына құлпытастардың барлығында түрлі аят хадистер жазылып тұр. Бұл біздің айдалада тұрған насихат құралымыз еді. Ата-бабамызға қойылған белгімен қатар. Мінекей осының барлығы әбден жойылғаннан кейін біз қаңбақ сияқты болдық та қалдық. Тамырымызды білмейміз, қазірдің өзінде барамыз да сол құлпытастың қасынан өтеміз де шығамыз. Біз үшін ол үлкен құндылық саналмайды. Білеміз астында адам жатқан, бірақ кім екен ол бізге аса маңызды емес. Себеп бізді әбден тамырымыздан айырып жіберді, біз қаңбақ сияқты болып кеттік. Біз қаңбақ болмай тамырымызбен қайта сонымен жалғанымыз үшін біз осының барлығын білуіміз керек. Сондықтан да біз осы жазуларды оқу арқылы біз өзіміздің жазуымыз болғандығын, өте сауатты болғандығымызды, өзіміздің ұстанған дініміз болғандығын барлығына көз жеткіздік. Болашақта бұны әлі зерттеу арқылы біз енді адамдардың ата тектерін анықтаймыз. Мысалға, бізде қазақта сөз бар, жеті ата деген. Біз жеті атамызды түгендейміз деп көпшілік үшін қазіргі таңда қиын. Бірақ жеті атаның маңызы, мәні өте зор. Маған кім жеті атаның ең басты маңызы не екендігін айта алады? Кім қандай студент айта алады? Егер соған жауап берсеңіздер, мен мына жердегі Омар Қараштың еңбектерін сіздерге беремін. Ана шеттен бір жігіт қол көтерді. Дұрыс. Иә.
Бұл жерде микрофон бар, келіп айтуыңызға болады, или ана жерде бар. Тектеріміздің қада салушын осы қазақтардың, өзіміздің халқымыздың. Дұрыс. Себебі арғы жақта мысалы бірінші атаң немесе екінші атаң немесе үшінші атаңның қаны, сол мысалы әйелінің қаны атасы болып шықпау сондай үшін. Сол денсаулық бәрі сондай. Дұрыс. Нақты дұрыс, өте дұрыс. Жалпы қазіргі таңда жеті аталық қағида сақтала ма? Кім өзінің жеті атасын айта алады осы жерде? Қол көтеріңіздерші. Молодцы, көпшілік біледі екен, өте қуаныштымын. Жеті атаны білу деген сөз, неше адамды білу деген сөз? Кім айтады шамамен жеті атады? Мысалы ойлап қараңыз, егер сіз дүниеге келіп, мысалы сіздің әкеңіз сізден 3 ұрпақ тарады, одан 3 ұрпақ тарады. Сонда қанша адам болуы мүмкін? Бір адам тараған, 7-ші ұрпағында. Мына жерде егер экранға шығарса, мысалға мен келтірейін. Қазір мысалға адам 2000 қазір нешінші жылға? 20-ші жылға, да? 2055-те 35 жаста болады, 3 баласы болса 9. 2090-да 27 болады. 2125-те әрі қарай 81, 209, 7-ші ата болған кезеңде анадай адам айналады. Қазақта мақал бар, 7 атасын білген ер, 7 жұрттың қамын жер дейді. Сіз қазір 6000 адамның қамын жеп соларды білесіз бе? Біз білмейміз. Біздің ата-бабамыздың мықты текті деген осы жерден шықты. Неге 7 атаны білді? Себеп ең бірінші кезекте қан тазалығы деген өте дұрыс. Себеп неге? Ол биология. Адамдардың кез келген жасуша неше хромосомадан? 46 хромосомадан тұрады. 20-23 2 хромосома қосылады да 46 хромосома. Солай ма? Ал егер жақын адам болған кезеңде кез келген адамның бойында хромосоманың белгілі бір ауру хромосомалары бар. Егер екі адам жақын болмаған кезеңде ол хромосомалардың қайсысы күшті сол басында қалады да, ол ауру хромосома бір клетка бір жасуша жасамайды. Содан кейін бар біздер былай айтқан кезеңде жақын болмағаннан кейін қайсысының жасушасы басым, хромосомасы басым, сол қалыптастырып кетеді де, ана клетка сау клетка болып ары қарай жалғасады. Ата-бабаларымыз біздің соны білген. Мысалға, бірінші ата, екінші ата, үшінші ата, төртінші, бесінші, сегізінші, жетінші атаның тұсына келгеннен кейін, сегізінші атаға ауысқан кезеңде ықтималдық жаңа қан бойынша аурудың болуы 0,78%-ке түседі. Яғни біз ғылыми жағынан бұл толық дәлелденген. Яғни біз болашақ ұрпағымыз сау, дені сау болсын десек, ең бірінші кезекте жаңағы жігіт айтқан қан тазалығы сақтауымыз керекпіз. Ата-бабаларымыз соны ескерген. Енді ойлап қараңыз. Ер жігіттің осы 7-ші ұрпағына дейін барлығын білді. Ол кезеңде ру-ру болып тұрады, өзінің ағайындарымен барлығы бірге тұрады. Біреу қыз күйеуге шығып жатады, біреуді алып жатады. Соның барлығы қан араласқан кезеңде түрлі құдандалы бола бастайды. Яғни жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер деген кезеңде ол тек қана бір рудың емес, бүкіл елдің қамын жейтін деңгейдегі тұлғаға айналып кетеді. Жеті атасын түгел тарататын адам өзінің бүкіл туыстарын білетін болады. Жеті атасын жақсы білген адам ол міндетті түрде өзінің ата тектеріне қамқорлар, өзімен бірге тараған ұрпақтарға қамқор болып жүруге тырысады. Ешкімді былай айтқан кезінде орынсыз тиісуге жол бергізбейді. Мінекей біздің жеті аталық жүйені білуіміз керек, сақтауымыз керек дегеніміздің ең басты себебі осы. Біз шүкірміз. Себеп мінекей, мына жердегі сіздер студенттер барлығыңыз біліп отырсыздар. Жеті аталарыңызды тізбектеп отырсыздар. Бірақ естеріңізде болсын. Жалпы жеті адамның тізімін әкем мынау, оның әкесі мынау, оның әкесі мынау деп жеті адамды жаттатса, үштегі қазір балаға жаттатып қойсаңыздар, бестегі балаға жаттатып қойсаңыздар, оны сізге айтып береді. Жеті атаның негізгі түсінігі, сіз ағайындарды түгел білуіңіз керексіз. Мінекей, сіздер бүгін мінекей студентсіздер ма? Бүгін осы қабырғада отырсыздар ма? Өздеріңіздің әке-шешелеріңізбен сөйлесіп, біздің ата тегіміз туралы бүкіл кім-кімнен тарап жатқан жазып алу, соны сақтау, болашақтан ұрпаққа беру. Одан бөлек, соның ішіндегі ең тұлғалы, ағайынның ішіндегі мықты халық үшін қызмет еткені болса, сол туралы жинақтап, кітап қылып жазып, ұрпақтан ұрпаққа табыстап отыр. Сонда әр әулеттің өзінің шежіресі жазыла бастайды. Мемлекеттің шежіресімен бірге әулеттің де шежіресі жазылады. Сол арқылы бүкіл біздің елдің тарихы, тамыры тереңдей түседі. Сондықтан да мына ата тек шежірені білу
бұл аса маңызды. Мына жерде жаңа ана жердегі жігіт мінекей келіп мына кітабымды ала қойып. Мына жерде жаңа бір қыз бала да қол көтеріп айтты маған. Осы жерде. Сіз омар ағаштың ұштандығын ала қойыңыз. Сіздер қазір жас кезеңде осы жетаталық жүйені өте жақсы білулеріңіз керексіздер. Біз қандай зұлматтан өттік? Біз 20 ғасырдың басында қанша едік? Біз 20 ғасырдың басында ата-бабаларымыздың санап кеткен ақпарат құралдарында жазған жазбасы бойынша 6 миллион болғанбыз. 1911-13, 21-23 үлкен аштық өтті. 32-33 аштық өтті. 37-38 саяси қуғын-сүргін өтті. 41-45 соғыс өтті. 47-49 сынақ полигон болды. Бөкейорда да полигон болды. Семейде полигон болды. Осы аралықта 6 миллионның 3 миллион жарымдайы 4 миллионға жуығы халықтың қырылды. Ойлап қараңызшы, оның ішінде соғыста қырылған 1 миллионға жетпейді. Біздің барлығы бейбіт күнде қырылып қалдық. Ойлап қараңызшы, 6 миллион халықтың осыншалықты қырылу, ол геноцид қой. Енді ойлаңыз, біз ата тегімізді неге қазір дұрыс білмейміз, неге тарата алмаймыз? Себебі біз тегімізді тарата етсек, бізді біресе аштықпен, біресе соғыспен, біресе жаңағыдай полигон ашып, ауру сырқау болып, осылайша біздің былайтқанда тамырымызға балта қайта-қайта шабылды. Соның кесірінен біздің алдыңғы буын ата тек шежірені дұрыс тарата алмай қалды. Ал біз мінекей тәуелсіздікті алдық. Біз міне осыны сақтауымыз керекпіз. Мінекей сіздер қазір жассыздар. Мінекей нағыз осы өздеріңіздің бір-біріңізге көңіл аударатын жақтастар. Тектерді сұрап, шыққан тегін біліп, бір рудан болып қалмауын. Соның ішінде бір ағайын аталас болып қалмауын. Мына естеріңізде болсын, бір ру деп қашқақтаудың ештеңесі жоқ. Оның ішінде ең бастысы 7 атадан әріде болу керек. Соны міндетті түрде ескеріңіздер. Әйтпесе 7 атаға дейін қосылатын адамдар жақындаса, ол махаббат емес, ол бауырмалдық. Ол бауырмалдықты олар махаббатпен шатастырады, содан кейін екеуі бір-біріне жақындаса бастайды. Сондай орын алмау үшін сіздер бүгінгі студент кезеңдерде бір-біріңізді танысып, біліскен кезеңде өздеріңіздің ата тектерді сұраңыздар. Яғни жақыннан қосылмайтын болсаңыздар, смело бір-біріңізбен әңгімелесіп жүре беруге болады. Енді бұл біздің жасап жатқан жұмыстарымыздың бір сыпырасы жөнінде мен сіздерге айтып өттім. Жалпы өлкеміздің тарихын зерттеуге кім-кімнің де үлесі қосылады. Мен өзім Қазақ мемлекеттік заң университетін бітірген адаммын. Мен өзім магистратураны Мәскеудегі Халықтар достық университетінен бітірген адаммын. Менің тікелей бұл тарихқа қатыстылығым жоқ. Бірақ та өлке тарихын білу әр адамның парызы. Сіздер де сол өлкенің тарихын дұрыс танып білсеңіздер, болашақта жақсы мықты азамат тұлға болатыныңызға мен сенемін. Мен қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысындағы тарих және археология орталығында қызмет етіп жатырмын. Онда келгеннен кейін біз көптеген жұмыстар жасап жатырмыз. Соның ішінде метркелік журналдар деген жүргізілген мешіттерде соларды аударып жатырмыз. Қазба жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Олар жөнінде мен болашақта сіздер бір емін-еркін тамаққа тойып келіп, аспай отырған кезінде әңгімелеймін. Оларды мен қысқартамын. Бірақ нәрсені сіздерге айтайын. Біз мына тап осы сіздің университетке осы жерге жақын Жайық қалашығы деген жер бар. Бұл Жайық қалашығы орта ғасырлық қала. Біз осы уақытқа дейін сол орта ғасырлық қаланы біздің қаланың бастауы деп қазір соңғы кезеңде айтып келеміз. Биылғы жылы сол жерде біз қазба жұмысын жүргіздік. Сарматтар кезеңіне жататындығын анықтадық. Жалпы кез келген обаның астында не жатуы мүмкін десе, мінекей мынау Жайық қалашығында болған обада диаметрі шамамен 50 метр болып, биіктігі 2 метр болып, дөңгелек мынадай орлау болған екен. Осыны біздер қазып шықтық. 12 адамның сүйегі табылды. Мысалға мінекей мынау обаның астында жатқан ер адам. Қылышымен, мына жағында садағының бүкіл
ұшты нелердің жебелерінің ұштары барлығы табылды. Қаншары мінеки. Мына әр қазақтың әр төбесі тарих дейді ғой. Мына кішкене оба, обаның астында 12 адамның сүйегі шықты. Мінеки сондан табылған жәдігерлер, мына мысалы импорттық жәдігерлер, мындан жасалмаған, шетелде жасалған жәдігерлер. Мынау мінеки қыз баланың айнасы сақталған, матамен сақталған бірге. Мынау сонда әйел адамның басына қойылған қазан, мынау құлағындағы сырғасы. Мынау моншақ, ерекше моншақ. Ол кезеңдегі әйел адамдардың рөлі өте күшті, мықты болған. Олардың бұйымдары да өте мықты болған. Мына моншақ негізі ақ түсті. Суға тисе, мынадай жып-жылтыр алтын болып кетеді. Себебі ана ақ моншақтың ішкі жағын алтын жұқа пластикіменен айналдырып қойған. Жарыққа шыққан кезінде жалшыл жетіп алтын болып көрінеді. Былайша қараңғыға кіріп түскен кезеңде жай ғана ақ хрусталь сияқты болып көрінеді. Мінекей мынадай болып мойындарына таққан. Мынау жебенің ұштары, ағаштармен сақталған. Ал құрметті студенттер, мен сіздерге осы жасап жатқан жұмыстардың бірсыпырасын айттым. Жалпы сөзімнің басында айттым, бізге дейінгі ұстаздар, ғалымдар, елдің болашағы жастар сіздердің қолдарыңызда десе, мен де бүгін сіздерге айтамын. Бір жағымызда Қытай, бір жағымызда Ресей, екі үлкен алып мемлекет тұрған кезеңде бізге қазаққа әлсіз болуға болмайды. Біз бірінші кезекте мықты білімді, кәсіпті жақсы игерген, ғылыммен айналысатын, тарихымызды білетін, сондай текті ұрпақ болуымыз керек. Біз сонда ғана осы жерді сақтап алып қала аламыз. Жаңағы мен жасап жатқан тарихи зерттеулерге кез келген осы студенттердің өздері үлес қосуға әбден мүмкіншілігі бар. Омар Қараш атамыз кезінде айтқан екен, біз тірімізде әр істе қазақ иісі аңқығанын көреміз бе деп. Ол кезеңде жалпы әр істе қазақылықтың болуына олар соған аңсар еді. Бүгін мінекей біздің әр ісімізде қазақ иісі аңқитын деңгейге жеттік. Яғни бабалардың аңсағанына бүгін біз қол жеткіздік. Енді осында көзіміздің қарашығындай сақтап, келесі ұрпаққа жеткізу менің және сіздердің баршамыздың парызы. Алдағы уақытта абыройлы болып, осы парызымызды адал өтейік деген ниет тілектемін. Рахмет. Қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, кез келген уақытта жауап беруге дайынмын. Жоқ болып жатса